Hello everyone. Сәлеметсіңдер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгін біз Module 9 110-шы 111-ші беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Exercise 1. Look at the texts. What are they? Letters or postcards? Read the first sentences in each text. Where is each person? Мәтінге қарап, бұл хатқа жатады ма, жоқ әлде ашық хатқа жатады ма? Посткарт. Бұл ашық хат. Мәтіндегі бірінші сөйлемді оқып, суреттердің қайсысы қай мәтінге жататынын анықтаймыз. Мәтін тақырыбы in all weathers. Барлық уақыттағы ауа райы. It is postcard 1B. Berg is from Kazakhstan. 2C. Ruslan is from Thailand. 3A. Lena is from Australia. Exercise 2. Listen, read and match the pictures to the postcards. Which sentences best describes each picture? What is the floating market? Балалар екінші тапсырмада тыңдауды тыңдап, оқып, ашық хат пен суреттерді сәйкестендіреміз. Қайсы сөйлемде жақсы сипатталған? Floating market дегеніміз, орысша айтқанда плавающий рынок, қазақша айтқанда қалқымалы нарық. Қалқымалы нарық дегеніміз, мысалы Таиландта қайықтың үстінде отырып, адамдар басқа жерлерден келіп, сауда нарықпен айналысады екен. Тағамдар, балық, сондай әртүрлі тағамдарды сатып жүреді екен. Таиландтағы Барни суретінде жақсы сипатталған. Сауле and Нұрлан are visiting floating market. Нұрлан and I having a snack. Мұнда Сауле мен Нұрлан екеуі қалқымалы нарыққа кетті. Нұрлан және мен екеуміз тамақ ішуге кеттік дейді. Келесі тапсырма Exercise 3. Read the text again and answer the questions. Балалар үшінші тапсырмада мәтінді қайтадан оқып, сұрақтарға жауап береміз. 1. Where is Lena? Лена қайда? Lena is in Australia. 2. What is Merwet doing? Merwet is windsurfing. What is Lena doing? Lena is sunbathing. Where is Berg? Berg is in Kazakhstan. 5. What is the weather like in Shumbulaq today? Shumbulaq is cold and freeze, but the sun is shining. 6. What is the weather like in Thailand? Thailand is rainy and cloudy. 8. Is Ruslan happy with his holiday? Yes, he's happy. He is having a wonderful time. The next one, Exercise 4. Copy and complete the table. Talk about each person to the class. Балалар төртінші тапсырмада кестені толтырамыз. Мәтінге қарап толтырамыз. Name деген аты, place қай жерден, жер, weather ауа райы қандай болды, activities немен айналысты олар. Мұнда Руслан туралы толтырып қойған, осы сияқты жазу керек. Екіншісі Берг, Қазақстан, ауа райын cold, freezing деп жазамыз. Activities, Berg is having a hot chocolate. Келесі Лена, place тұрған жерге Australia деп жазамыз. Weather hot and sunny. Activity Lena is sunbathing. Кестені толтырған соң сыныптастарыңа айт дейді. Berg is in Kazakhstan. It's cold and freezing. He is having a hot chocolate. Lena is Australia. It's hot and sunny. She is sunbathing. Exercise 5. Fill in, go, play, or do. What are these activities in your language? Which of them do you sometimes, usually, never do in summer, winter? Балалар 5-ші тапсырмада сөз тіркестері берілген, соған go немесе play, do сөздерін қойып шығамыз. Қайсы сәйкес келеді? Осындай спорттық іс-шаралар қалай аударылады? Сіздер оны әр кезде жасайсыздар ма? Әдеттегідей немесе ешқашан, қыста немесе жазда жасайсыздар ма? Соны айтып беріңіздер. The next one, келесі тапсырма listening and speaking, making suggestions. Exercise 6. You are on holiday. Try to decide which of the activities exercise 5 to do. Ask and answer questions.
Балалар, 6-шы тапсырмада сіздер демалыста жүрсіздер. 5-ші жаттығуға қарап, демалыста қандай спорттық іс-шараларға қатысып жүрсіз? Сол туралы астында берілген сөйлемдерге қарап, диалог құрастыру. Келесі тапсырма exercise 7. Look at the today's international weather chart. Listen in the complete, then ask and answer the questions as in the example. Балалар, 7-ші тапсырмада бүгін халықаралық ауа райы картасына қараймыз. Таңдалымды тыңдап толықтырамыз. Сұрақ қойып жауап береміз. Берілген мысалға қарап. Мысалы, what is the weather like in Athens today? Афина еліндегі ауа райы қалай? It's warm and sunny. Күн жылы және күн шуақты. What is the temperature in Athens today? Ауа райының температурасы қанша? Афинада. Күн жылы 25 градус. Мысал ретінде Парижді алдық. Парижде ауа райы жаңбыр жауып тұр. It is raining. Температурасы 5 градус. Салқындау, е? -5 емес, бірақ 5 градус салқындықты көрсетіп тұр. Exercise 8. What is your favorite season? What is the weather like during that season? What do you usually do? Write a short paragraph. Present it to the class. Балалар, 8-ші тапсырмада сенің жақсы көретін мезгілің. Сол мезгілде ауа райы қандай болу керек? Сен әдетте не жасайсың? Қысқа параграф құрастыр. Сыныптастарыңа көрсет. Мысалға, my favorite season is winter, summer, autumn. Қалаған мезгілдеріңізді таңдаларыңызға болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабағым пайдалы болса сіздерге лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар. Goodbye.